Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін 2 ярусты торттың жасау жолын сіздермен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен, бірінші ярусын дайындап аламыз. Ол үшін бізге, осындай қалың подложка қажет болады. Оны өздеріңіз кәдімгі пенопласттан жасасаңыздар да болады, немесе кондитерлік дүкендерден тапсырыс беріп жасатып алсаңыздар да болады. Негізі өздеріңіздер жасасаңыздар қиын емес. Лентаны шетіне қойып жабыстыра саласыздар. Және де ортасына кіргізу үшін бізге осындай пластмасс керек. Жұқа емес, майысқақ емес, қаттылау болғаны дұрыс. Бұны да кондитерлік дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Дәл ортасынан жақсылап бірдей қылып өлшеп алып ортасына кіргіземіз торттың. Және де ол таяғымызды біз пенопластқа кіргізіп орнатуымыз керек. Сөйтсе тортымыз біздің нық тұратын болады. Енді бірінші ярусты орнатып алғаннан кейін араларына енді біз осындай шпажкаларды кіргіземіз. Ол пластмасс түрінде болады. Мынау мендегі кәдімгі суши палочкалар. Бұл ағаштан жасалғандықтан бұл да мықты болып келеді. Дәл осылай торттың айналдырып ортасынан жан-жағына түгел кіргізіп шығамыз. Және де кіргізіп болғаннан кейін артық ағашын кесіп алып тастаймыз. Көбірек болғаны өздеріңізге жақсы. Екінші ярус нық тұратын болады, қозғалмайтын болады. Енді осылай дәл торттың биіктігімен бірдей етіп қолымызбен өлшеп алып, оны кесеміз. Артық ағашын алып тастаймыз да, дәл торттың биіктігімен бірдей ғана қалдырып, соны қайтадан жаңа орнатқан жерімізге кіргізетін боламыз. Бұл шпажкалар бізге екінші ярустың нық тұруына өзінің көмегін тигізеді. Және де қисайып кетпейтін болады. Барлығын толық осылай кіргізіп айналдырып шығамыз. Және ол шпажкалар биікте болып шығып кетпеу керек. Торттың бетінде бірдей болып тұрады. Енді екінші ярусымыз дайындаймыз. Ол сәл диаметрі біріншісінен кішірек болады. Және де екінші ярус міндетті түрде жеңіл бисквиттен жасалған дұрыс. Ол молочная девочка немесе вупи пай болған дұрыс. Ал бірінші яруста шифоновый немесе фисташковый торттарыңыздың бисквиті бірінші ярусқа жіберсеңіздер дұрыс болады. Екінші ярус дәл міндетті түрде астында подложкасы қатты болу керек. Подложкасының астына, екінші кожды жинамай тұрып, дәл ортасынан домалақ етіп тесіп аласыздар. Тесіп дайындап алып, подложканың соның үстіне тортты жинайсыздар. Енді сол бағана тесіп алған подложкадағы ортасында мына пластмасстың үстіне кигізетін боламыз. Орнатамыз, бәрін тегістеп алғаннан кейін үстіне енді әсемдейтін боламыз. Әсемдеу енді өз еріктеріңізде. Мен жеміс жидектермен әсемдедім. Менде голубика, құлпынай және де малина болды. Бұл жерде енді және де балғын жеміс жидектерді әсемдеп болғаннан кейін енді үстіне кәдімгі ақ моншақтарды қойып шықтым. Ол бізде кукуруздан дайындалған болды. Қатты емес, ол да жеуге пайдаланатын ақ моншақтар, жұмсақ. Бұл двухъярусный торт міндетті түрде жасаған кезде, диаметрдің арақашықтығын ұстанған дұрыс. Арасы менде қазіргі 22 астыңғы бірінші ярус, ал үстіңгі 18 диаметр болды. Салмағы астында 4 кг, үстінде 3 кг. Барлығы 7 кг-дық 2 ярусты торт болды. Міне біздің 2 ярусты тортымыз дайын болды. Үстін кукуруз моншақтарымен әсемдедік. Негізі осындай қаттыдан көрі осындай жұмсақ моншақтармен әсемдеген дұрысырақ деп ойлаймын. Өйткені балалар міндетті түрде қызығып оны жейді. Сол кезде қатты болмасын, жұмсағын қойған дұрыс.
Енді әсемдеу негізінде двухъярусный тортты әр кондитердің өзіне қарай, ыңғайына қарай жасайды. Менің жасап жүргенім осы, яғни сіздермен бөліскім келді. Назарларыңызға көп рахмет.